Әлемде орын алып жатқан жүрекке үрей ұялататын әрбір сәтті назардан тыс жібергіңіз келмей ме? Онда сіз біздің арнаны дәл таптыңыз. Эфирде жантүршіктер әлем. Сіздерге қауіпті әлемде сақ жүріп, өз фобияларыңызды жеңуге кеңес береміз. Ескерту: бағдарламаны психикасы мен жүрегі әлсіз және 18 жасқа толмаған балаларға көруге тыйым салынады. Жайоты аспан төрін қақ жарып, төбемізді жылт-жылт ойнасы зәре құтымыз қалмайды. Бұл ештеңе емес. Кейде аталған қаһарлы құбылыстың жер бетімен байланысқа түсетіндігін де көріп жүрген боларсыз. Осындай сәтте адамзат баласының мынадай алып ғаламшарда қаншалықты қауқарсыз екендігін де сезінеміз. Найзағай ең қауіпті табиғи құбылыстардың бірі. Электрлік разрядтың тоқ күші 500 000 амперге дейін өссе, қысым миллиардтаған вольтке дейін артады. Әр секунд сайын жер бетіне 50 мәрте жайоты түсіп, жылдық көрсеткіш бойынша әрбір шаршы километр бөлігін кем дегенде 6 рет нысанаға алып өтеді екен. Міне, қуатты тылсымның біз біле бермейтін қыры. Жайотының жер бетіне жасаған сапарларына куә болыңыздар. Қолға үйретілген жануар бізге еш қауіп әкелмейді деген сенімді ой әрқайсымызда бар. Алайда аш күйге ұшыраса тірі жанның барлығы дерлік өзгеретіндігін естен шығармайық. Дәл қазір сөзімізге дәлел ретінде өз қожайынын азыққа айналдырған 10 үй жануар туралы сөз етеміз. Ит адамның ең жақын досы дейсіз бе? Күмәнім бар. Ливерпуль полицейлері қайтыс болған кісінің үйіне кірген сәтте ашулы күйдегі мына бір итті көреді.
және бұл мақұлық өз иесінің өліміне қынжылғандықтан ызалы екендігін де байқатады. Алайда ол қожайынның сүйектерін кеміріп тұрған болатын. Артынша медициналық тексеріс жүргізіліп, өлімнің басты себебі агрессия емес, аштық екендігін анықтайды. Иттеріңіз көп болса, әрине, үйіңіз сенімді қолда деп айтсақ болады. Бірақ олардың да тіршілік иесі екендігін ұмытпағанымыз абзал. Индонезиялық азамат Андре Лумбога 2 апталық сапардан соң үйіне қайта оралады. Есік ашқан сәтте оның 7 бірдей иті есін көріп қатты қуанды. Әрине, осыншама уақыт бойы азық көрмеген олар қожайынын сол жерде тасталған етеді. Жай ғана елестетіңіз, тапсырыс берген пицца уақытынан әлде қайда кешіксе, қандай күйде боласыз? Мойындайық, мысық атаулы жануарлар жұмсақ әрі сүйкімді кейіптегі эгоисттер. Дегенмен, егер қожайыны қайтыс болған жағдайда олардың қалай адам жегіш хайуанға айналатындығын білесіз бе? Джейн Вилл атты кейіпкердің мұндай жайт бастан өткен. Оның көрінбей кеткеніне бір аптадай уақыт болған еді. Көршілері бір нәрсені сезіп полицияны шақыртады. Тәртіп сақшылары үйге кірген сәтте әйелдің мәйітін көреді. Ал қасында оның өліп денесін азықпалып жатқан сүйікті марғаулары. Кейбіреушілердің аштыққа душар болса, бірін-бірі талғажау ететіндігінен хабарыңыз бар шығар. Ал мына жағдай мүлдем бөлек, жаныңа үрей қондырарлық. Жасы 43 шамасындағы әйел өз үйінде өлі күйінде табылады. Ал оның қасында үйшігін өз иесінің терісі мен бұлшық еттерімен толтырған сүйікті ат жалманы. Мәйіттің денесінен осыны дәлелдейтін жаралар табылған. Америкалық тұрғын Рональд Хафтай әрқашан экзотикалық жануарлар қызықтыратын. Үйін күзету үшін ит атаулын іш пыстыралық деп санаған ол 7 бірдей сирек кездесетін ірі қолтырауындарды асырауды жөн деп санаған екен. Ақыр одан бірнеше күн хабар болмаған соң отбасы мүшелері полицияға хабарласады. Нәтижесінде сақшылар Хафтың еденде жатқан денесін көреді. Аштыққа шыдамаған алып кесірткелер өздерінің тағы екендіктерін еске салғандай. Гиппопотамды үйде асырауға қалай қарайсыздар? Олар өте үлкен, әрі дауысы да жағымсыз. Жарайды, оны қандай азықпен асырар едіңіз? Оңтүстік африкалық фермер Мариус Элс осыған қарамастан бірнеше жыл гиппопотамды қолға үйретіп асыранды етеді. Достары қанша қарсы болса да ойлағанын бас тартпаған ол ақыры өзеннен өлі күйде табылады. Белгілі болғандай денесінің басынан аяғына дейін сүйікті досы мыжғылаған құрт тері қалған. Экзотикалық жыландарды ұнататын кейбір адамдар оның қауіпсіз екендігін айтып жатады. Алайда мына бір жағдай бұл сөзді түпкілікті теріске айналдырып жібергендей. Грант Уильям ұзындығы 4 метр берманттық питонның иесі болатын. Ақыры өліміне дәл осы бауырмен жорғалаушы себепкер болды. Көршілері байқағандай питон өз иесінің денесін буындыра орап жазым еткен екен. Зерттеушілердің айтуынша жыланның бұлай етуіне қожайын дайындаған тауықтың иісі әсер еткен. Бұл оған жақпаған көрінеді. Күзендіде үй жануары ретінде асырайтын адамдар бар. Олар өте жұмсақ, сүйкімді әрі көркем болғанымен азулы, өткір тістері де бар. Сондай-ақ сәбилердің қанына үйір екендігінде естен шығармайық. Миссури отбасының тәтті ұйқысын бір күні шыңғыра айқайлаған кішкене нәрестелерінің ащы дауысы оятады. Жүргегін ауыстырып сүтін беруге асыққан олар оның мүлдем бұл заттарды меңземегендігін түсінеді. Күзен сәбидің 7 бірдей саусағын кеміріп тастаған болатын. Енді талпақтан олардың қаншалықты қауіпті екендігін баяндайық. Америкалық Терри Вэнс Гарнер әдеттегідей өз қосылдақтарын азықтандыру үшін фермаға аттанады. Алайда ол жақтан оралмаған соң отбасы мүшелері артынан барған сәтте Терридің жан-жаққа шашылған дене бөлшектерін көреді. Белгілі болғанда егде тартқан фермер жүрегінен инфаркт алып құжынаған аш шошқалардың ортасына құлаған екен. Кейде жануарлар шоғыры қандықол қарақшыдан еш кем емес болатын кездері бар. Экзотикалық жануарларды коллекцияға айналдырған германиялық Марк Вогель оларды тордан босатқан сәтте осыған куә болды. Дәрігерлердің зерттеуі бойынша өлімнің басты себептері қарақұрт тобына жататын көрмекші, ал асыранды рептилдері терісін мүжіген. Мұнымен айтқымыз келгені үй жануарларына немқұрайлы қарамаңыз. Азығын бермесеңіз, өзіңіз азығын айналуыңыз ғажап емес. Үй жануарлардың біз көре және сезе бермейтін дүниелерді байқайтын білеміз. Оған үй жануарларын асырап, үйіне тұрғын ететін қожайындардың өзі куә. Олардың көру және есту сезімдері адам баласына қарағанда өте керемет дамыған. Сол себепті біз біле бермейтін нәрселер оларға аян. Одан бөлек көне аңыздар мен оқиғаларға үңілсек, біздің мистикалық достарымыз ит және мысық тұқымдары қабір әлемінің өміріне куә.
Елестетіңіз, қараңғы әрі суық бөлмеде ит немесе мысығыңызбен қалдыңыз. Белгілі уақыт келгенде олар мазасыз күйге түсіп, бөлменің қуыстарын мекен етеді. Көз қарашығы үлкейіп, не үріп, не айбат шегіп, сіздің ырқыңызға бағынбайды. Сіздің осы уақыттағы реакцияңыз қалай болмақ? Бұндай сәт бәлкім таныс болар. Үй жануарларының тылсым дүниеден хабары бар екендігін растайтын бізде 15 бейнеролик бар. Сонымен бөліссек. Мына бір иттің қожайыны есікке қарама-қарсы бетке камера қойған болатын. Түннің бел ортасында жануардың қаншалықты әбігер күйге түскендігі назарларыңызда. Бір нәрседен қорқып, есіктің арғы бетіне ұрлана қарап тұр. Ал Зоя есімді мына иттің көзіне жын ілігеді. Бөлменің арғы бетіне қарап, бір нәрсені көріп тұрғаны анық. Артынша секем алып, кейін шегінгені тағы бар. Бұл кезде үйде қожайын екеуі ғана қалған болатын. Қараңғы түн. Камераға түсіп қалған байқау қиын бір тылсым әрекеттің жылт еткендігіне алаңдаған иттің жанарында үрей бар. Осыдан соң жануар біртүрлі қалыпқа түскендей. Үйде жалғыз қалған төбет. Жасырын камераға іліккен кезекті бейне. Байқасаңыз керует үстіндегі түсініксіз әрекет. Альфиатты мына итке зер салайық. Қожайынның айтуынша үйде ешқандай дыбыс шықпаған, ешкім де келмеген. Бірақ Альфи құдды алдында біреу тұрғандай үруде. Бір нүктеге назар аударып, содан көз алар емес. Итінің басына біреу жанасқандай болды деп иесі де алға тартады. Қара түсті мына мақұлық біреуді көріп тұрғандай, иесін белгісіз біреуден қорғап үруде. Бірақ кімге? Қожайынның айтуынша осыған дейін жануардың мұндай қылықтарын байқамаған. Және бұл жайттан соң бөлменің температурасы біршама төмендеген көрінеді. Енді мынаған тоқталсақ, көрші үйдің камерасына түсіп қалған мына сәтте белгісіз бір ақ бейне иттерге жақындап, оларды үрейлендіреді. Ал жануарлар қорыққандарынан атқа шегінеді.
Үй иесі бұл видеоның ешқандай монтаж емес, шынайы екендігін де жеткізген. Екі иті бар мына кейіпкер жануарларының ойнап жатқандығын бейнеге түсіріп тұр. Кенет көрші бөлмеден шыққан дауысқа елең ете қалған мына ит сол жаққа қарап үріп мазасызданады. Эмили атты мына итті бөлмедегі бір нәрсе үрейлендіреді. Қорыққаннан не істерін білмей жүр. Иесі оның осыдан бірнеше жыл бұрын ауру болғанын, бірақ жазылып кеткендігін айтады. Бірақ мынадай әрекеттері иесін алаңдатуда. I haven't been on the investigation since July, so Ал мына қос жануардың қожайыны жұмысқа кетер алдында иттердің өз жоқта немен айналысатындығын бақылау үшін камера қойған болатын. Мұны көрген ол тез арада қоныс аудару жайында асықты. Мысығының соңғы кездегі қылықтары күмән тудырған иесі оны бақылау үшін камераны іске қосады. Асханадан жарықтың жанып өшкенінен үрейленген мысық иесінен көмек сұраған кейіпте қарайды. Артынша бір дыбыстан секем алған оның жонарқасы тік тұрып, тікісіне артына қарайды. Пайда болған көлеңкеге тіпті автордың өзі баруға жүрексінген. Аты не болғаны белгісіз. Мияулаған ақ мысық жоғарға қарап бір нәрсені түсіндіріп әлдекіммен әңгімелесіп жатқан мына мысықтың әрекеті күдікті. Кенет белгісіз біреумен ойынға кірісуі тағы да қорқынышты. Төрт аяқты жануардың инстинкті өте керемет. Алаңға салынған ол иесіне бір нәрсені айтуда, бірақ қожайыны еш нәрсені түсінбеген күйде.
Джордж атты мысық бұрышқа тақалып үңілуін қояр емес. Бұл отбасыға қоныс аударған тиімді болар. Себебі мұндай әрекет салғырт қарайтын дүние емес. Боли есімді мына бір итте түні бойы ұйықтамайды. Есін оятумен бір нәрсе айтқысы келеді, бірақ жеткізу қиын. Қожайын да сезгендей, артынша олардың бұл үйден кеткендігі де анықталды. Көлік тізгінін ұстаған жандар қауіпсіздіктің не екендігін ұмытатын жағдайлар көп. Кейде ішімдікке сылқия тойса, кейде сау күйде мас адамнан бетер әрекеттер жасайды. Такси тоқтатқанда абай болыңыздар. Мынадай жандарға сенім артуға қорқасың. Екінші бір өмір бар секілді. Ұмытпаңыздар, өмір бір-ақ рет беріледі. Сақ болыңыздар. Жылдамдық арттырғанда алатын адреналиннің әсерін сезінген керемет. Бірақ басқалардың да өмірін бір сәтке ойлайықшы. Осымен бағдарламамыздың да бұл сан аяқталды. Жол апаттарын бұзбай сақ жүріңіздер. Жан түршіктірер оқиғалар мүлдем болмасын. Мен Есбол Қарағұл, келесі кездескенше.